Так, киімді ұсталайын кішкене. Так, походу келді ойыма адамдар. Қазір қарап жүрейін. Так, опа, келіп қапты ғой. Ема уже столдарын қойып, походу дайын отырған сияқты. Так, жақсы. Так, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Саламатсыз. Так, ой. Так, барлықтарына сәлем, сіздермен бірге мен Айдар. Достар, бүгінгі видеода біз немен деген қалада адамдар шақыртқан болатын, осылай енді жаңағыдай айтайын деп, осы ауыл қандай екен там енді тексереді ғой. Енді кеше келген болатын негізі. Тексереміз ананы деп. Так, онда қазір сөйлесіп көрейін мен. Так, біртін сіздер бүгін боласыздар ма, или қазір кете бересіздер ма? Бүгін түге қазір тексті келіп тұр, қазір кете беретін шығармыз. Енді ауылды таныстырып жібересіз бе? Ауылды таныстырып жіберетін болсам, мына жақтары бізде деген енді табиғат көп тұрғаннан сай, таулы жерде орналасқан, жақта сулары бар деген сияқты, бірақ енді су тасқыны деген болмайды енді. Сосын мына жақтарда еще бір жақсы қар жаумайды ғой. Сосын мына жақта еще ағаштар, былай енді сосын мына жақтары үйлер бар, былай жерлер көптеп келіп жатса, үй салу деген ой бар. Негізі мына көздің сәтімен тұрамын. Так, мына үй негізі осы ауылдың мердің үйі. Былай осы жолдар салған болады, сосын светтермен әдемі болып тұрсын деп. Онда қалада жаңағыдай сидірме прямо эфир жаңағыдай ауылда істеп жарнамалап деген сияқты сол қалада ұстайсыздар ма? Иә, қалада ұстаймыз. Ой. Жақсы, онда жақсы. Так, онда қазір кете бересіздер ма? Жақсы келіп тұрса, жақсы, онда жолдарыңыз болсын. Мен кете берсем. Жақсы, рахмет. Так, достар, короче, жаңағыдай ауылға там алдында, короче, көргендеріңіздей Херобрин келген болатын. Сол Херобриннен, короче, өртіп кеткенін мен деген жаңағыдай түзеген болатын. Енді очень бұрқ емес. Короче, түзеген болатын. Сол лайк басылып келіп өтуіңізді сұраймын. Короче, мен осы ауылда енді кіретін аяқтағы өртіп кеткендердің бәрін түзедім. Олар деген короче, бәрі почт болады енді. Мен деген түзеп қойған болатын. Там аяқта өрт енді бандай почт болады. Адамдар келем дегесін қаладан сол енді түзеп қойған жайым бар. Аяқтарда сол свет бәрі енді әдемі болып тұр. Походу жителер уже келу керек. Примерно ертеңнен бастап па. Жедел ағасымен қашан келеді екен, что-то көп кетіп қалды. Что-то қанша күнге кетіп қалды. Мен алдында кетеді. Уже Херобрин келіп біраз күн өтіп кетті. Так, қашан келеді күнге, оны мен үйге барып шығып тұрайыншы, жаңбыр жауып тұр. Қатып қалдым ма, қазір адамдар кететін шығар. Такси келеді деді ғой. Так, терезені қою керек еді. Так, шығып тұрайын, онда кішкене мен демалып шаршап тұрмын кішкене. Шығып тұрайыншы. Градкалар әлі өспеген еді. Так, мына жаққа что-то біреу үйге келмей қалыпты. Так, егіпті көрген, мына что-то картофтар өсіпті кішкене. Нар бір әлі өспеген, е? Айдар! Ей? Кім? Кім жүр ма? Айдар! Ей? Тұр, күнсе шығын шыға тұр. Так, жителдер! Жатам, келдіңдер ме? Қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Оғалейкум ассалам, жақсы келдік. Так, қазір келіп, сол такси кетіп қалып. Қанша күнге кетіп қалдыңдар, сендер болмаған кезде қаншама қызық болды. Кәдімгідей бәрін отырып шай ішіп айтып берейін, ема? Давай, біз шығып келдік атың жұмыстармен. Одан сөйтті деген кәдімгідей балалар жоқ жұмыс істейді. Шығып тұрған сияқты жатты. Шай ішіп кішкене демалып алайық, кәдімгідей осы ұйықтаған жоқпыз. Сол жұмыстан келіп сол. Давай, онда. Кетті шай ішіп алайық онда. Так, мен кішкене болып тұр енді. Жедел сен үйіне барып ішемізді кеттік шай. Так. Солай болды енді. Сендер жақта сол Херобрин енді ауылдың бәрін бытшын шығарып сол өртеп. Айттың ба сендерге енді. Сол ауылды түзеген болатын сол. Жалғыз өзім деген адамдар шақырттым енді. Өзім түзе алмаймын ғой, барлығы өртеніп сол. Сондай болады енді. Херобрин. Так, Херобрин дес. Тоқта, Херобрин. Так. Жақсы, оны арты айтып берер ғой.
Жедел, сен Храбрин туралы бөлем білесің ба? Иә, негізі Храбрин туралы бар. Осы ауылда жақсы ауада арта айтып беремін саған. Жақсы сонда. Так, онда кішкене сендер онда демалып алыңдар ма? Үйлеріне барып кішкене. Так, мен онда үйге бара берейін. Так, достар, что-то шетел бірдеңе білетін сияқты Храбрин туралы. Так, жақсы сонда. Матигам салып тастайын, әлі егіндер кеш деп атып қалыпты, кішкене ұйықтай тұрамын мен. Өйткені так не істеу керек еді, шетелдерді күту керек. Күтіп алды енді шетелдерді. Күтіп тұрайыншы. Ей, кім? Ес қойып отқан. Так, сағат ішіп отқан. Так, кім ес қойып отқан? Жедел, жұтам қалайсың алады. Айтарсың, ауылды көрді ба? Жеделдер келді ғой, прикинь. Прикинь, жеделдер келді дейм. Жеделес? Шықшы далаға. Дау. Былай енді. Так, қаяқтың жет. Ауылға жедел. Погода. Так, ауылға так, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Так, осы ауылға жағда көшіп келіп сол. Прописка отырып сол. Бар баянда тұратын бұл әлі олы мерден сұра керек па? Сол мерден сұрайшы сол. Так, маған достар қараңдар. Так, ассалаумағалейкум. Құртан. Жағына көшіп келді апыраша. Так, достар, айт қараңыздар. Маған жедел көшіп келген ба? Қараңыздар. Қаншама жедел көшіп келген. Так, есептейікші. 1, 2, 3, 4, 5. Так, 6, маған достар қараңдар. Так, жеделдер. Жатам қалайсыңдар? Маған достар. Жеделдер көшіп келген, прикинь. Айт. Так, жеделдер. Так, маған достар қараңыздар. Қаншама жедел. Маған погода құртып тұр Так, маған не қалай жүр ғой? Так, жеделдер жатам қалайсыңдар? Так, маған жатам. Так, жақсы достар, бір күннің ішінде маған арғы бірақ жетпейді ғой. Так, мынақта 3, мынақта 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мен 13 үй біздің ауылда жоқ қой. Так, жедел. Жедел жатам. Көрдім жеделдерді. Жатам енді үйді қайқтан табамыз енді оларға. Үйлер жетпей байды. Мынақта үйлер тұр ғой, көп. Олар жетпейді ғой. Олар енді бір-бірін танымайды шығар. Походу оларды бәрі бір ауылда көшіп келген ау деп. Солай естідім мен. Енді кейбіреулері бір басқа ауылда көшіп келген шығар. Бірақ почти бір оны ба сол басқа короче бір ауылда көшіп келген барлығы бір-бірін таниды жағдай. Бірақ олар бірге тұрмайды екен ғой. Бір ауылдан көшсе енді бірге тұрмайды шығар. Енді тума болса, туыс болса бірге тұрады шығар енді. Бірақ аналардың бәріне енді істеу керек қой. Үй салу керек қой. Үйді қалай саламыз? Үйдесің ба? Так, қалай салсақ болады үйді кішігірім бір үйірсе қойсақ болады енді. Бірақ әдейі болып салу керек қой ауылымыз үлкен болу үшін. Ода сонда істейік давай. Бірағыдай гостиница ба ше? Бірақ гостиница қалса вообще келмей қалатын шығар адамдар. Қымбат деп типа ақшаға. Жоқ, ақшаға емес, типа тұрсан. Бірақ ол қымбат шығып кетеді. Ақша береміз деген. Тұқпаймын ғой. Так, короче, сондай бір тегінге үй салсақ болады, ше? Негізі жақсы идея. Так, негізі ана жеделдер негізі так, кіргетін. Так, негізі жақсы идея үй салу. Так, енді не істеп болады ана жеделдерді? Так, енді тұрады ғой, бір-екі күн. Сейсім енді бір ауылда тұрған жоқтан, бір таниды дос дегендей тұра береді ғой бірге. Аяқта үлкен үйлер бар, церковь бар деген сияқты. Еще церковь, 3 этаж. Еще енді бір-бірін адамдар жатсына, хотя бы сүйады ғой, бір сүйсе енді. Жақсы сонда. Так, так, давай анда жедел. Так, достар, ауылға кәдімгідей адамдар келіп, жеделдер келіп, азыр кәдімгідей дамин деп отыр, бірақ бізге деген не керек қой? Үйлер керек, яғни ол жеделдерде бізге тұру үшін әртүрлі үйлер керек, андай үйлер керек деп айтып жүрсің. Так, короче, келесі бөлімдер мүмкін мен үй салып қалармын достар.
мүмкін сол шетелдерге енді базар үй салу керек, яғни оларда былай жағдай жасамаса енді барлығы кетіп қалады. Ана шетелдегі оқиғасы сияқты тек қана өзім оқып қалсам ана шетелдердің бәрі кетіп қалып. Естір бәрі. Ой, так. Сұрында видео көргеніңізге рахмет. Лайк басып кетуіңізді сұраймын. Достар, мен кеше каналымдағы нені қарадым. С подписки, яғни кім подпискамен қарайды, кім подпискасыз қарайды. Сол кезде мен былай көңіл күйім кәдімгідей түсіп кеткен болатын. Мен видеоларымды примерно 90 плюс процент адамдар 90% плюс адамдар без подписки қарайды екен. Кәдімгідей ол достар, қараңыздаршы, мысалға сіздің видеоңызды 100 адам көрді да, и ешқайсысы тіркелген жоқ, тек бір екеуі тіркелді. Ол кәдімгідей достар мотивацияны түсіреді. Мотивация деген андай сен видеоға деген мысалы ненді түсіреді да, яғни түсіруге деген бір ғана түсіре бересің ғой, бірақ андай біртүрлі қаласың да, өйткені 100 адам көрді, бірақ лайк баспайды біреуде. Енді басатындарға респект достар, өте сендер топсыңдар кәдімгідей. Сендерге өте үлкен рахмет. Яғни бірақ енді егер осы видеоны көріп отырсаңыз аяғына дейін сіз өте красавчиксіз. Тек қана видеоға лайк басып тіреп кетуіңізді сұраймын, және қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі менің видеоларымды жібере алмайсыз. Сау болыңыздар.